Қара нәрсемен жігіттер ондайға бастарын тықпаңдар. Шариғатта бандиттен жаназасы оқылмайды. Ирми иля зубаля деген ғалым бар. Мусорға лақтыра салыңдар оны денесін деген. Ана шакалы жеп қоя салсын деп айтқанда, неге десе, өткенде бандиттер ең жаман арам тамақ адамдар деп айтқан. Не үшін десе, жұмыс істегісі келмейді олар дейді. Келеді да, қаруымен келіп, еңбек қылып, бала шағасын аузынан жеп біреу еңбек қылып жатыр. Ананы тақайды да басына. Маған бересің дейді, долядан дейді. Ең оңбаған арам тамақ адам деп айтқан да ғалымдар. Ал ондай адамдар тәубасына келмесе, жаназасына оқымаңдар. Ардақтап оны аялап көмбеңдер деген ғой. Лақта жібіңдер мусорға деген. Ит құсқа жем болсын дейді. Ал ол нәрсе бірақ жігіттер. Сондай заман ғой қазір. Қарасаң, кейбір сондай қоғамда батыр болып көрінгілері келеді да. Ол батырлық емес ол. Ол ең подлый адам ол.